артрит, артроз, аяқтың түрлі ауруларына бұрында да жаттығуларды түсіріп бергенмін. Қазіргі көрсететін жаттығуларымды қосып жасасаңыздар болады. Және сіздердің аяқтарыңыз ауырып қалса, қозғалысты тоқтатпаңыздар, жүруді бастаңыздар, және менімен бірге осы жаттығуларды жасасаңыздар болады. Жаннаттың йога позаларын жасап, жүруді бастап, және жаттығулар жасап, аяғымды одан сайын ауыртып алдым деп айтып жүрмеңіздер. Сондықтан да өте жай-жайдан жасау, аз-аздан жасау маңызды. Қараңыздар, я, сіздер бұрын жаттығу жасамадыңыздар. Сондықтан да өте жай-жайдан бастаңыздар, жай-жайдан жасаңыздар. Аяғыңыздың басын өзіңізге қарай тартасыз. Бұлшық ет жұмыс жасау керек. Көтеріңіз, түсіріңіз. Түсірген кезде жерге тигізбеңіз. Және үстелдің үстіне отырып жасасаңыздар болады. Жоғарға көтересіз, төмен түсіресіз. Төмен түсірген кезде жерге тигізбейсіз. Ішке қарай толықтай айналдырасыздар. Тізелеріңіз көтерілмеу керек, тек қана аяқтың басы жұмыс жасау керек. Керісінше толықтай асықпай айналдырыңыздар. Және төмен, жоғары, төмен, жоғары